بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah Teala başımızın adil ketken bolsa keşmesin. Özün bura yoluna salsın. Allah Teala özünün kitabı Kur'an'da suygan kullar katarını etip, onu şınayı okuşlarının bizge bolluğumuzu nasip etsin. Biz ötkende Zilzala suresine kelgen edip özümüzge bugün Bayina suresine celi oldumuz. Bayina suresi şinende bir 8 ayettan turmalı benim şimdi köktegen 80'den astan meseleden kamtıp ketken bir süre bulup tavladı. Bu sürenin özü atı da sonda bir күшті болып тұрған сияқты, оның оқылуы да, мағынасы да ішінде өте көп нәрсе айтып кеткен. Осы Байина сүресінде 8 аят деп айтқанымен де, оның ішінде мысалға жаңағыдай кітапқа байланысты, пайғамбарларға байланысты, таухидке байланысты, тозақ пен жәннатқа байланысты, тозаққа түсетіндер мен жәннатқа түсетіндерге байланысты өте көптеген амалды парызды орындауға байланысты қағидаларды ішіне қамтып кетеді. Бұлай бір оқыған адамға кішігірім көрінгенмен, егер оны мұқият, жаңағы Құрандағы бұйырғандай, Аллах бізге бұйырғандай әрбір аяттың мағынасында зер салып оқитын болатын болса, оның ішінен көптеген нәрсені табуға болады. Енді біз осы сүрені бір көрейік. Бұл сүреге кірісердің алдында бір хадис бар. Бұл сүреге өте көбінесе осы сүрені тәпсірлер кезде көптеген тәпсірші ғалымдар сол хадисті келтіреді. Шаукани де, Фатух Қадир де сол хадисті келтіреді, Бұхари Муслимнен болған. Және де басқа деген көптеген муфассирлер де сол Зад Масирде сол жаңа хадис келіп отырады. Ол хадис Убай ибн Каабқа байланысты хадис болып табылады. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір күні Убай ибн Кааб айтты. Бұл хадис өзі сахих хадистерден Муслимде келген, Аби Хурайра риwayat еткен. Убай ибн Каабқа былай деп айтады: "Инна Аллаха амарани ан ақра алейка лам якуни лазина кафару дейді. Айтады, ей Убай дейді, Алла Тағала маған бұйырды, саған лам якуни лазина кафару min әхлил китап деген сүрені оқуымды бұйырды дейді. Қараңыз, субхан Аллах Тағала Убайға пайғамбар оған оқысын деп бұйырып отыр. Бұдан көптеген хикмет шығарылады. Мысалға, дәрежесі жоғары, білімі жоғары адамдар өзінен білімі төмен адамдарға да Құран оқуға болатындығын осыдан ғалымдар рұқсат етеді. Бірақ бұл жердегі ең маңыздысы, ең бір қатты көңіл бұратын тұсы қандай? Алла Тағала Убайға ол Құранды оқуды бұйырғаны. Убай атты сахаба бұл жаңағы хабарды естіген кезде қайран қалады. Кейін пайғамбарға сұрақ қояды. Не дейді? "Уассаммани илайк" дейді. Сонда Аллах Тағала менің атымды айтып сізге айтты ма дейді. Сонда Аллах Тағала кәдімгі Убайға оқы деген сияқты Ибн Кааб болды. Менің атымды атап тұрып сізге айтты ма дейді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа оған "Наам, иә" деп жауап береді. Хадистің жалғасына келеді. "Фабака" дейді. Одан кейін Убай жылады дейді көп. Бұдан біз түсінгеніміз шынында алады Убай қандай сахабалар деді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва бірнеше сахабасы болған. Абдулла ибн Мас'уд сияқты, Муаз ибн Джабал сияқты, Убай ибн Кааб сияқты бұл сахабалар Құраннан өте мықты болған, Құраннан өте бір жетілген сахабалар болатын. Пайғамбарымыз солардан Құранды үйренуге насихат етіп кеткен болатын. Мына сондай сахабаның бірісі Убай, оның аты сонау барғанда Құранды сүйгендігіне қарай Аллахтың алдында аталып жатқандығы. Сонда пайғамбарымыз сұрағанда, сонда менің атым аталды ма дегенде пайғамбар "Иә, сенің атың аталды" дейді. Кейін пайғамбарымыз осы сүрені Убай ибн Каабқа оқып берген дейді. Ондай болатын болса, аты аталып жатқан сахаба болған болса, пайғамбарымыз оқыған болатын ба, бұл сүренің кейбір мағыналарына біз енді осы кішігірім аз ғана уақытымызда көңіл бұруға тырысайық. Аллах Тағала әрбір айтты дұрыс түсінуге, дұрыс нәрсені айтуға бізге нәсіп етсін дейміз. Және осы Құранды жүрекпен оқып, оны жүрекпен тыңдағандардан болуымыз Аллахтан нәсіп етсін. Бірінші аятында айтады: "Лам якунил лазина кафару мин ахлил китаби вал мушрикина мунфаккина хатта та'тияхумул баййина." Кітап егелерінен дейді, болған жоқ еді дейді. Кітап егелері деп атқанымыз бұл христиандар мен яһудилерді айтып отыр. Оларды кітап егелері деп аталу себептері оларға расында пайғамбарлар арқылы Аллахтың кітап түскен. Жаңағы яһудилердің Таурат атты кітап болған, Мұса пайғамбар арқылы жіберілген,
Одан кейін болмаса христиандардың Инжил атты кітабы болған, Иса пайғамбар арқылы жіберілген. Енді кітап егелерінен болған Ләм екіміз кафру мин ахлил китаб вал мушрикина, жана мушрик деген ішіне бүкіл кіріп кетеді. Бірінші орында сол пайғамбар жіберілген, айтқанда араб жазғысындағы Аллахтан бөлек нәрсеге сыйынушыларды айтып өтеді екен. Мунфаккина, осы мунфаккин дегенде бірнеше тәпсір келеді. Бірақ олар бәрі бірін мағынасына аша түседі. Біреусінде олар дейді өздерінің айтқанда кітап егелері, және сол жаңағы ширк жасаушылар, пұтқа сыйынушылар, Аллахтың өзіне сыйынушылар дейді, өздерінің дейді Құдайдан бөлек сыйыну нәрселерін, адасуларын, күпірліктерін, ширктерін тастаған жоқ дейді. Оларға хатта тәтемін бәйгені анық бір дәлел келгенше дейді. Анық бір дәлел келгенше. Бір мағынасы бұнан келетіні. Яғни олар ілгері кітап егелерде адаса бастады. Аллахтан түскен кітапты, Тауратты, Инжилді дұрыс қорғамады. Оның ішіндегі бұйрықтарға қарамай тірліктер істей бастады. Ширк, күфір сияқты күнәға түсе бастағандығы. Ал енді мушриктер онысы да түсінікті. Мушриктер айтқанда серік қосушылар. Оның ішіне араб жазғасындағы ширк қосушылармен бүкіл айтқанда бар мушриктерді кіріп кете береді екен. Олар дейді өздерінің сол күпірліктерін айтқанда ширктерін тастаған жоқ, Аллахтан нақты бір дәлел келгенше. Ол дәлел келесі аятта бізге тәпсір беріледі. Расулу мин Аллах, ол Аллахтан келген елші. Біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, және ол сипатталады бір сипатпен ятлу сухуфа мутаххара, оларға таза бір парақшаларды оқиды дейді. Ол Құран аяттары болатын. Енді осы жерде жаңағы олар сол адасқан күйінде кете берді. Аллахтан түскен кітаптарын өздері дұрыс күйде сақтамады. Сақтамағаннан кейін оларға жолбасшы болмады. Өйткені көптеген адамдар оны юхаррифуна ан мавадиғи деп келеді, яғни байланысты жаңағы өздеріне түскен кітаптағы аяттарды орындарынан сөздерін ауыстырған. Сөйтіп бұрмалаған адамдарға. Сол бұрмалау салдарынан көптеген қателіктерге ұшырады. Мұны бірінші мағынасы, яғни олар осы ширк күнәсін, күфірін тастамады, кейін пайғамбарымыз келіп, Аллахтан аят алып келген кезде, олар түсініп, не қылды? Таухидке қайтты деген бір мағынасы. Бір мағынасы осындай болып келеді. Екінші мунфаккиннің және бір мағынасы, олар айтқан кезде әрқашанда дауға түскен жоқ дейді. Мына кітап егелері өздеріне түскен кітапта, жаңа Тауратта, Забурда пайғамбарымыздың сипаттары көп айтылған. Және солар мушриктерді ескертетін. Міне ақыр заманның пайғамбарының уақытысы келіп қалды, түсетін. Оның осындай сипаттары бар. Ол осындай нәрсемен келеді. Сөзін Алланың атымен бастап отырады. Ол пайғамбарды осы жазирадан шығады деген сияқты пайғамбарымыздың көп деген сипаттары Таурат пен Инжилдің ішінде айтылып кеткен. Ілгергі кітаптардың бәрінде осы айтылып отырған. Сондықтан олар христианның өкілдері, станушылар және яһуди дінінің станушылары, олар пайғамбар туралы хабар оларда көп еді. Оларда көп болды. Тіпті басқа кітап түспеген халықтан көрі. Енді пайғамбарымыздың өздері сипаттап жүрген. Міне келетін болды деп жүрген пайғамбар келген кезінде олар не істеді дейді? Айтқанда зиянға ұшырады дейді. Қарсы шықты, бөлініп шықты. Өз ойларын өздері қарсы шығып кетті дейді. Сөйтті де пайғамбарлығын мойындамай кетті бір толы. Яғни бұлар олардың бірінші себептері хасад, көреалмастық, екінші бір қасарысқандықтығынан. Мен хасадин ва айнадин деп келеді. Көреалмастықпен осы хасадтан осы айыпқа түсіп кеткен болып табылады. Енді Алла сақтасын. Негізі бұл хасад күнәсі, және осындай бір тәкаппарлық деген күнәлар көп деген адам балаларын ақиқатқа келуден тыйып тастаған болады. Адам одан бір сақтанбаса, оның зияны үлкен. Өйткені білеміз, аспандағы ең бірінші жасалған күнә хасад, көреалмастық, жер бетінде ең бірінші жасалған күнә хасад, көреалмастық. Аспанда оны іблис жасады. Аллах Тағала оған періштелермен қосылып, адамға сәжде қылды, сәлем сәждесін жаса деген кезінде ол сәжде қылудан бас тартты. Кейін неге бас тарттым деген кезде, Аллах Тағала мен одан гөрі afzalмын ғой, сен оны топырақтан жараттың, ал мен болсам оттан жаратылдым деген сөз айтты. Осы жерде бір нәрсені қараңыз. Сәжде қылды бұйырып атқан кім? Алла, дұрыс па? Аллахтың бұйрығы талқыға салынбайды. Түсіндіңіздер ме? Іблис келді өзінше философияға кіре бастады. Өзінше ақылдымын деп ойлай бастады.
сәжде қыл дейді. Батпақтан жаратылған. Неге сәжде қыламын? Деп жекешеленді, оңашаланды. Кейін оған неге сәжде қылмадым деген кезде өзінің философиясын айта бастады. Мен одан артықпын дейді. Сөйтіп ол аба уастакбара, кейін айтады бас тартты сәжде қылдан, және уастакбара тәкаппарлықпен істеді бұны. Ал енді Аллах тағала бір нәрсеге бұйырған болатын болса, ода қателік жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Дін осылай ұстау керек. Өзі тура жолда келе жатқаныңды білдіру үшін білетін нәрсенің біреусі не нәрсе? Ғалымдар айтады, сен өзің тура жолда келе жатқанын білгің келетін болса, мұстақим жолда мына нәрсені біліп ал дейді. Діннің егесі Алла, пайғамбар жеткізуші, сен атқарушысың дейді. Түсіндіңіздер ғой? Пайғамбар жеткізуші, сен атқарушысың. Алла бұлай деп айтты, бірақ біз бұлай қылайық. Пайғамбар Құранда кезінде орамал тақ деп айтқан екен әйелдерге, енді сол заманға ол лайықты шығар, бірақ біз қазір басқа заманда өмір сүріп жатырмыз. 5 уақыт намазын оқып, намазға орамал тақса болды, бірақ жұмысқа басқа барған кезде ол орамал тағу біздің заманымызға сәйкес келмейді. Болмаса бір кісінің жазған хатын оқыған едім. Насиб хиджаб является обязательным только в радикальных течениях ислама дейді. Қандай общество еді біздің? Білетін еді. А светском обществе оно не является обязательным дейді. Оны жазған, енді аттында айтпайық, бірақтан дін адамы. Дін адамы. Үйстіп келіп, біреуге жалпақтайын деп, осыдан айныды. Осы сөзден. Есесінде мұсылмандарға қиындық жасады. Арасында оған өкімет адамдар сеніп, оған бір есеп сұрады. Бұл қалай өзінен, қалай шешеміз деген кезде, ол солай жағымпазданды ма, жоғанда қорықты ма, осындай өтірік сөзді айта салды. Сөйтіп келді, осыдан қандай ұғым туындады елде? Орамал тағатын адамдар радикал деген ұғым шыға бастады. Ал бұл Құдайдың бұйрығы, ешқандай радикализм burada жоқ етін, бар болғаны Аллахтың бұйрығы. Ал керісінше бір үлкен имам айтқан сияқты, Алла кісі мәртебесін арттырсын, адамдарға орамал тақпа деп бұйыру Құранға, Құдайдың кітабына қарсы шықпен бұйрығымен тең болады. Ал олар еш жоқта Құранға қарсы шықпайды, сондықтан бұл шешілмейтін проблеманы қолдан жасаудың қажет жоқ деп, үлкен бір аты, үлкен әрпен жазылатын имамдардың өзі телевизордан шығып сөйлеген болатын. Бұны айтып жатқанымыз, мына жерде келген сияқты, Аллахтан дін келді ма, сен атқар. Шектен шықпа, шектен түспе. Біреуге зиян келді ме, бірақ Аллахтың бұйрығын талқыға салынбайды. Аллах тікелей бұйырған болатын болса, парыздарын орындауға тиісті екенбіз. Енді бұл жаңағы осы көп деген нәрсе, үбілістен қалған нәрсе, болмаса жаңағы яһудилерден, христианнан қалған нәрсе көп адамдарда қияметке дейін сақталып кете береді екен. Оған ақиқат жеткен кезде ондай тәкаппарлыққа салынады, немесе көрімастыққа салынады да, осы ақиқатқа жол бет бұрмай қалады екен. Сондықтан бұл кітап егелерінен кеткен қателік еді. Олар нақты білген. Пайғамбарымыздың келетіндігін басқалардан гөрі. Бұларда сауат бар еді, араб халқының көпшілігі сауаты төмен болды, білесіздер. Олар біздегі сияқты ауыз әдебиеті дамыған, жазба әдебиеті онша дамымаған, айтқанда көбісі жазбашаға олар алыс еді. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи әрбір батқан қолға түскен тұтқынға не деп айтатын? Егер он адамның сауатын ашса, оны босата беретін. Яғни ілімнің дәрежесі жоғарылығы. Білім әрқашанда жоғары тұрады. Шариғатта да білім өте жоғары орында тұрады екен. Бірақ сол білімді алғаннан кейін оған амал істемесең, өзіңе зиян алып келіп аласың. Біз әрқашанда Фатиха сүресін оқыған кезде намазда жиі оқимыз, Аллахтан бір тілекті сұраймыз ғой. Ихдина сиротал мустақим, бізді мустақим жолға сал, тура жолға сал дегеннен кейін, сондай нығметке бөлінгендер жол дейміз, ғайрил мағдуби алейхим валад-даллин, ашуға ұшырағандардың жолынан сақта бізді, адасқандардың жолынан сақта дейді. Осының бәрі білімге, ақиқатқа қатысты деп айтады ғалымдар. Яғни Аллахтан ақиқат ілім келді. Ілім келгеннен кейін дейді, біреулер оны білді, оған ерді. Бұлар мустақим жолда болады. Алла осылай деп Құранда айтты, бізге намаз оқы деді, біз оқимыз, болды. Бесеу деді, бесеу дейміз. Төртеу қыл, үшеу қыл, ондай біз оны бөліп алмаймыз. Өзекті кетпейміз. Аллах бізге қалай бұйырды, елшісі бізге қалай үйретті, біз солай істейміз. Ілім жетті, амал жасады. Бұлар мустақим жолда. Екінші топ болады, ілім жетеді, бәрін біледі. Исламның бұрыш-бұрышын сенен жақсы айтып беру мүмкін. Исламда осындай, ислам бұлар бүйтеді, мұсылмандар бұлай, мұсылмандар әдетінде осындай деген нәрсе бар, мұсылмандар қан алдырып ем деген жақсы көреді екен, пайғамбардың сондай бір хадисі бар екен, мұсылмандар бүйтеді екен деген сияқты ислам туралы өте көп нәрсе, бірақ амал істемейді. Намаз да жоқ, ораза да жоқ, зекет те жоқ. Бұлар
өзіне ашу шақыратындар. Ілім жетті, амал жасамаған не болады? Мағдуб, Аллахтың ашуына ұшырайтындар. Екі топқа бөлінеді. Үшінші топ бар, Аллахтан ілім келді, ілімге сүйенбейді, өз бетінше құлшылықты ұрға береді. Қалай болса да, солай ілімге дәлелсіз құлшылық жасай береді. Исламдағы әрбір құлшылық дәлелге сүйенген. Исламдағы әрбір құлшылық дәлелге сүйенген. Сондықтан намаз оқысаңда не үшін оқитын болса, сұрайтын болса, Алла Құранда айтты дейміз. Зекет беру үшін не үшін десе, біз Алла Құранда бұйырған дейміз. Сол үшін фәту бурханакум ин кунтум салихин дейді. Егер сендер шыншыл болатын болсаңдар, дәлелдеріңді келтіріп отырыңдар дейді. Яғни дәлелсіз құлшылық жоқ. Өз бетіңмен құлшылық жасай бермейсің. Исламда түсіңіздер ғой, ал енді кім ниетім дұрыс қой енді. Құдай қабыл етсін, таудан барып домалап келейін. Болмаса өзімді қинайын. Болмаса бес алты күн тамақ ішпей тұрайын деген сияқты. Жалаң аяқ жүріп, қар болса да, су болса да. Одан сен бір іштен жасқа жете алмайсың. Өз бетінше қинау құлшылығы жоқ. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи сахабаларына құлшылықты Құранда келгендей істеуге бұйыратын. Сол үшін Құранда жәннатты сипаттаған кезде «Васа'алаха сa'яха» дейді. Олар жәннатқа ұмтылды дейді. Қалай ұмтылды? «Сa'яха» дамир бар. Жәннаттың ұмтылуымен дейді. Бүкіл құлшылық жәннатқа алып бармайды. Құдай үйреткен құлшылық жәннатқа алып барады. Түсініңіздер ғой. Сол үшін Абу Ханифаның өте керемет бір сөзі бар. Ұстаздарымыздан естіген. Не деген? Ешкім Аллахтың үйреткен құлшылығынан жақсырақ құлшылық ойлап таба алмайды дейді. Түсініңіздер ғой. Ең қолынан келетін болса, сен бір артықша құлшылық істеген келіп тұрса, онда дінде келген нәрсені үйренуге тырыс. Бидағаттың осы жерде сорақы екені осыдан көрініп тұрады. Өйткені сен пайғамбарымыз келген сүннетті орындауға уақыт таппай жатырсың, тағы бидағат істеген келіп жүрді. Егерге уақытын кетіп жатсың, онда сенде сондай күш қуат, жігер болатын болса, онда сүннетті тірілтуге әрекет жаса, әрбір тірілген сүннетің үшін саған еселеніп сауап жазылатындығы. Бұл жаңа ақиқатқа келгеннен кейін олардың екі ақиқат келді де адасып жүрген еді, тура жол тапты деп келеді. Біреулер ақиқат келгеннен кейін одан сайын ерегісіп кетіп қалды деген екі мағынасы береді екен. Енді әл-баййина дәлел. Бұл сүренің өзі бірнеше аттары бар, салафтардан жеткен. Бір ат осы көп кеп танымал әл-баййина деп келеді. Имам Бұхари өз кітабында бұл сүрелер көбінесе кейбір сүрелер алғашқы аяттың бастамасын келеді. Лам якунил лазина кафару деп келген, кейбірде солай аталып кеткен. Бір жерде әл-қаййима деп аталып кеткен бұл сүре түп түзу деген сияқты екен ішінде осы мағынада жаңағы сөз келген. Енді ол баййина, ол нақты дәлел не екен? Расулу мин Аллах, Аллахтан келген елші. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху Ятлу сухуфан мутаххара. Ол өз оқиды Құранды, және өзгеге оқиды Құранды. Осы тұсты өте нәзік байқаңыздар. Құранға байланысты. Сол үшін пайғамбардан хадис бар. Фаман иттаға худа дейді. Кім тура жолды іздесе дейді. Мен ғайрихи Құраннан басқа бір кітаптарға сүйеніп тура жол іздесе дейді. Алла адастырып жібереді дейді. Алла адастырып жібереді дейді. Бүкіл тура жол Құранмен болады. Сол үшін бір нәрсе, мысалға, біз бір қағидаларды жоққа шығармаймыз, бірақтан кей кезде осы жерде шектен шығушылықтар келеді, оны сіздерде біле жүрулерің үшін. Құран тілдерге түсті. Құран арқылы адам баласы өзінің ақылағын өзгертеді. Құран арқылы біз халал мен харамды ажыратамыз. Құран арқылы біз жақсы мен жаманды ажыратамыз. Құран арқылы бізге өзіміздің тиымдарымызды білеміз. Құран арқылы біз өзіміздің айтқанда не нәрсеге бұйырылғанымызды білеміз. Құран бізді қараңғылықтан құтқарып нұрға шығару үшін түскен кітап. Құран тірілерге, осы отыр біздерге түсті. Бірінші орында. Түсініңіздер ғой? Бірінші орында осы. Құран не үшін түсті деген кезде, Құранда жаңағы бұл аяттарды соны негіздеп жатыр. Құранда ол аяттар өте көп келеді. Біз Құранды тірілерді ескерту үшін түсіріп деп келетін аят бар. Ясин сүресінде болмаса, Ибрахим сүресінде келген сияқты Алиф лам ра китабун анзалнаху илайка литухриджан наса миназ зулумати илан нур. Біз саған түсірген кітабымыз дейді, адамдарды бүкіл қараңғылық атаулыдан нұрға шығару үшін. Қараңғылық көпше түрде келеді, нұр жекеше түрде келеді. Өйткені ақиқат біреу ғана, көп ақиқат жоқ. Өтірік деген қаптап жатыр. Өтірік деген қаптап жатыр. Сондықтан бұл Құран келгендегі мақсаты адамзат баласын айтқанда күнә әлемінен Құдайдың дініне қарай шығару. Тірілерді. Түсіндіңіздер ғой? Бірақ өкінішке орай, мүмкін ол әдейілеп істелінбеген болуы мүмкін.
Біз мынандай нәрсені біліңіздер, кей кезде өлгендерге Құран оқуға бола ма деген кезде, ол нәрсе пайғамбарымыз кезде кездеспеген деген кезде көп адам ойлайды, бір Құран оқығандар дұшпан санап жатыр, Құран оқығандар бір бидағатшы санап жатыр, Құран оқығандар жек көріп жатыр деген жоқ. Біздің мақсатымыз Аллахтың кітабы не үшін түсті, сол мақсатты ел бірінші орында біліп алса деген мақсат. Әйтпесе өлгендерге Құран оқып, оның сауабын бағыштау, Құран бойынша емес, сүннет бойынша емес, қияс бойынша әхлі суннаның ғалымдарымен де рұқсат берілген жерлерін білеміз. Соның ішінде Ибн Қайым әл-Жаузияда өлгендерге оққан Құран сауабы барады деген қияс жасаған. Мәселе ода болып тұрған жоқ. Мәселе көп адамның ойында Құран тек қана өлгендерге арналған кітап ретінде ғана қалып кеткен. Өздеріңіз білесіздер, қарапайым халық мысалға сіздерге былай деген әңгімені естіген боларсыздар. Мен бүгін түс көрдім, түсімде жаман түс көрдім, атам келіп жүр. Настроениесі жоқ. Құран оқып жоқ, білесіздер ғой, көп кез айтқан нәрсе. Бір көптен бері қол тимей жүреді. Осы бір қол тиіп қалып, соны бір шелпектің иісін шығарып, соны апама Құран оқытайын дедім, Құран оқып берші. Әрбір молда көрсе осылай. Құран оқып берші деп сұранады. Болмаса, осы өмірден баламыз қайтып кеткен еді. Әттең ай, балам бізден кейін қайтса да болатын еді. Әкесі ол баламды мен көмгеннен гөрі балам мені көмгенше жарасар еді. Бірақ бәрі қиын екен. Сол балама бір Құран оқытайын деп едім. Молдаға бір уақытыңызды қисаңыз, өзім машинаға алып барам бір. Анау деген осындай жерден 200 километр жерде баламның моласы жатыр. Соған барып Құран оқып қайтайық. Осы нәрсе жиі келсе. Яғни атама Құран оқып берші, өмірден өтіп кеткен. Апама Құран оқып берші, өмірден өтіп кеткен. Балама Құран оқып берші, өмірден өтіп кеткен. Біз бұны бір қатеге шығарып бір бидағатшы не айтқан жоқпыз. Бірақ неге айтпайды адамдар, маған Құран оқып берші, түсіндірші, Құдай маған не деп жатыр деп айтпайды. Түсіндіңіздер ғой? Мәселе осы. Яғни маған айтшы, мен бір күні уақыт бөлейін жұмысымнан, сен арабша білесің ба, сен дін егесісің ба, маған Құраннан бір аятты келіп оқып түсіндірші балаша, біз білейікші, не деп жатыр Құдай Тағала бізге? Не айтып жатыр бізге? Неге бұйырып жатыр, неден тыйып жатыр? Дейтін нәрсе кездеспей қалды қоғамда. Өйткені көп ағамдардың ұғымында Құран өлгендермен ғана қатысы бар деп ойлайды. Тіпті мен бір кісінің ата-ананың арыз айтып кеткенін білем, келгенін имам болып жүрген тұстарында, сонда бір туысқан баласына айтады, ана айтшы ана балаға, үйде Құран оқи береді, қайта-қайта оқи береді, ананың зәресін ұшырып, үйде ешкім өлген жоқ қой дейді. Қазір кезде енді сауат сәл де болса көтеріліп келеді. Бірақ әлі де түсіндіру керек. Құран не үшін түскендігін. Құранның түскендегі мақсаты тірілерді ескерту үшін. Ал өлген адамға сауабы ғана барады деген нәрседе рұқсат деп айтқан кейбір ғалымдар бар. Бірақ міндет деп айтқан жоқ ешкім. Оқымасаң күнәһар боласың деп айтқан ешбір ғалым жоқ. Кімде-кім Құран оқып, ата бабасына бағыштамаса, ол күнәһар болады деген ешбір ғалым жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Олардың рұқсат бергендерінің бар айтқан сөзі яджуз. Рұқсат деді да болды. Уажиб деп айтқан жоқ. Парыз деп айтқан жоқ. Яғни болмаса, кейбіреулер аузы жеңіл қазір айта салатын болды, бірақтан кішкене Құдайдан да қорқу керек, ондай жеңілдікке бармау керек. Өлгендерге Құран оқымайтындар, олар уахабилер деп айтты. Жарайды. Өлгендерге Құран оқымайтын уахабилер дейді. Онда сенің бірінші сөзің кімге тиіп кетеді? Міне, Расулу мин Аллах ятулу сухмуда хара. Аллахтан келген елші. Адамдарға Құран оқытқан пайғамбарға тиіп кетеді. Жоқ әлде пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи өмірден жақындары кеткен жоқ деді. Адамзат баласының қиындықты ең қатты көретін пайғамбарлар. Соның ішінде біздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху көрген қиындықтар өте орасан еді. Бір адам оған өзінің жаңағы қиын жағдайын айтып келетін болса, менің балам қайтыс болды десе, пайғамбар ол тек қана жай ғана ауызша қиын болыпты деп түсіндіріп қоймайды. Ол сезінеді оған қандай ауыр екен. Өйткені пайғамбардың да балалары қайтыс болған. 7 баласының 6-ы пайғамбардың алдында кеткен. Біреу әйелім қайтыс болды десе, пайғамбар біледі әйелім не қайтыс болған нәрсе екен. Өйткені пайғамбардың өзінің де әйелі қайтыс болған. Біреу мен кедеймін десе, пайғамбар біледі кедейліктің не екенін. Қарны ашқаннан ұйықтамай отырған кездер болған түнде. Айлап үйінде от жағылмаған, субханалла. Үйінде от жағылмаған, не продукты жоқ. Пайғамбар ең көп жегені құрма мен қара алма мен қара су болған. Ақ нанды тойып жеп не кетті. Оның алдында қазір біз нан барған кезде сұраймыз ғой, заводской ма, анау ма, добрый хлеб па, басқа ма, сұрап жүрміз, тауда жүрміз ғой. Дұрыс па? Біз таңдау қабілеті жоқ адам. Барын жеді, алғызат баласын сүйді.
Сол пайғамбар аш болмаса ол. Ал енді біреу көретін болмаса, басына соғыс көріп қалса, пайғамбар соғысты да көрген. Пайғамбар егер біреу басшы болған болса, пайғамбар басшылықта елді басқарған. Айтқанда пайғамбарға қай проблемамен келетін болсаң, пайғамбарға тек қана ауызша жауап бермейді, ол оны басынан өткізген. Ал сөйткен пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның ең жақсы көретін әйелі Хадиша анамыз дінде сондай тірекші болған, керемет болған. Айтқанда қазіргі кезде көптеген мұсылман әйелдеріне сол әйелдің қасиетін берсін деп Аллахтан сұраймыз. Сол Хадиша анамыз айтқан кезде, өмірден қайтқан кезде пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам ол кісінің қабіріне алып Құран оқыды деген хабарды естідіңіздер ме? Яки болса пайғамбардың жақсы көрген ағасы Хамза Уахши өлтіріп, пайғамбардың қайырғаны соншалықты Уахши екен исламды қабылдайды. Пайғамбарға не деп айтады? Уғруб анвачи, Уахши, маған көрінбей жүрші, өйткені сені көрсем ағам есіме түсіп кетеді, уайым келеді жүрегіме дейді. Сондай уайымдаған ағасына пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның Құран оқыған туралы хабар көрдіңіздер ме? Яки болса пайғамбардың дүниеден балаларға айтты, қыздарға айтты. Ибраһим деген баласы қолында жан тапсырды. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Құран бағыштаған жерін көрдіңіздер ме? Ондай болатын болса, біз пайғамбардан бір керемет тірлік істедік деп ойлап қалмайық. Түсіндіңіздер ғой? Осы жерде мынандай бір нәзік тұсты айтып кету керек. Құран оқу деген бар, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисте жеткен, валадун сонияулаху, артта қалған ұрпағы дұға қылатын дейді, ізгі ұрпағы. Ол дұға қылу, бауырлар, Құран оқу емес. Ихдаул сауабил Құран, болмаса қираатил Құран, ол бөлек мәселе. Дұға бәріміз жасап та жүрміз, жасау бізге уәжіп, түсіңіздер ғой? Ата-аналарымызға, айтқанда мұсылман бауырларымызға ол бар. О да ешқандай талас жоқ. Сондықтан айтқанда балықтың еті мен қойдың етін кішкене араластырмау керек та, түсіндіру керек. Соны нескелік дұға мәселесінде талас жоқ. Дұға керек, дұға қылып та жүрміз. Пайғамбар бізге үйреткен, ата-аналарымызға, өмір өткен мұсылмандарға қалай дұға жасау керек деген бізге үйреткен болатын. Ал мәселе бұл тек қана Құран оқу. Ауыл жүргенге Құран оқымаңдар, Құран оқығандарға қарсы шығыңдар деген сөз емес, және бауырлар, бұл Құран не үшін түскенін бірінші орында біліңіздер деген мақсат. Түсіндіңіздер ғой? Айтқанда Құранды тек қана өлген кезде ғана Құран оқуды күтіп жүрмей, тірілерге жеткізу керек. Тірілерге жеткізу керек. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи Құран аяттарын оқыған. Фиха, енді сол кітаптың ішінде күтубун қаййима. Күтуб деген сөздің бір мағынасы, кітаптардың көп шетірі ғой, бірақ оның және бір нәрсе үкімдер деген мағына береді. Ахкам деген мағына береді. Өйткені Құранда бұндай мағынада келген жер бар. Кітаптың катабаллаху ла аглибан ана расули, Аллах Тағала жазды деп алмаймыз, үкіметті, айтқанда бекітті, мен және елшілерін еш уақытта жеңілмейді деп айтып қойған. Сондықтан Аллахтың діні және пайғамбардың жеткізген нәрсесі әрқашанда қиындық көргенмен ол үстемдігіне жете отырады екен. Енді осы кітаптың ішінде Аллахтың үкімдері бар дейді. Бір нәрсені істе дейді, бір нәрседен тыйыл дейді. Ол үкімдер енді ойлаңыздар, кімге? Тірілерге ма, жоқ өлгендерге ма? Өлгеннен кейін құлшылық жоқ. Қай күні кеудеңнен жан шығады, сенің намаз да оқу керек емес, зекет те беру керек емес, ораза ұстау да саған керек емес. Өлгеннен кейін құлшылық жасамайды ешкім. Сол үшін өлгендердің көбісінің арманы Алла дүниеге қайтаршы, құлшылық істеймін деген арман оқылады. Құранда көп аятта айтылған. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи жеткен сахих хадисте «Иза мата ибну Адам инқата'a амалуху». Адам баласы өлген кезде оның амалдары кесіледі, тоқтайды дейді. Жақсы амал істей алмайды, түсіндіңіздер ме? Тірі кезде сен сауап жинайсың. Тірі кезде сауап жинайсың. Ал өлгеннен кейін адамдар ойлайды, әруақтар біреуге көмектеседі деп. Егер біз әруақтар өлгеннен кейін біреуге көмектесе алады десек, онда ол сауап жиналады деген сөз, дұрыс па? Егер біреуге көмектесе алатын болса, онда намаз оқуды алу керек. Онда ораза ұстайтын да болу керек. Ал бірақ Аллах Тағала Құранда не деп айтады? Хатта иза жаа ахадахумул маут. Олардың бір өзіне өлім жеткен кезде, оның айтатын сөзі қала рабби иржиун, Алла дүниеге қайтаршы, лаалли амалу салиха, ізгі амалдарды істеймін. Намазымды оқимын, зекетімді берем, жақсы сөзімді айтам, әке шешемді сыйлайм, оразамды тұтам, Алла қайтаршы, хажылығыңа барам деп айтады. Істей бермейді өлгеннен кейін. Істей алатын болса. Өлгеннен кейін жоқ екен. Түсіндіңіздер ме? Бұл осы аят пен хадистен шығатын нәрсе, өлгендер тіріге көмектесе алмайды. Бірақ біз оларға дұға жасай аламыз. Біздің дұғамыздан олар пайда көреді. Алла күнәсін кешірсін, қиямет күні
деген, болмаса мейіріміне бөлесін әке шешемді деген дұғаларымыз оларға өлгендерге пайда береді. Бірақ өлгендер бізге пайда бере алмайды. Сол үшін сен тірі кезіңде титтей де болса, кішкене болса да жақсылық істесең, сауап жазылады сенің кітабыңа. Кетіп барасың көшеде, ол да иманның бір бөлшегі, имататул ада анит тарих дейді. Жолдан бір кедергені алып тастау. Оған сауап жазылады. Иманның бір бөлшегі деп келеді. Ең төменгі бөлшегінің біреусі, сауап. Қарасаң, жолда шише жатыр екен. Ай, мына шише біреудің табанына кіре ме, алып тастан. Тас жатыр екен. Bir апа өтіп барып өкшесін қайырып аламын екен, алып тастан. Ол жолдан кім өтсе де? Тіпті ол жолдан еш уақытта мұсылман жүрмейді, ол жолдан тек қана христиан жүреді, ол жолдан буддист жүрсе, сол тасталып тастасаң, саған сауап жазылады. Адамдарға пайдасы деген үшін. Түсіндіңіздер ғой? Енді сен сол жолда тасталып тастасаң, саған сауап жазылады. Ол сенің кітабыңа кіргізіледі. Сауап жазылады. Ал енді өлгенден кейін сен жолдан тасталып тастау деген сияқты, болмаса біреуді тумай жатқан әйелді туғызып беру деген сияқты, болмаса біреуді қызмет бабында жоғарылату дегендей, барқында күресіп жатқан кезде көмектесу деген сияқты, бокс ойнап жатқан болатын болсаң, жаңағыдай еді, тренировка жасап беру деген сияқты, әрі қандай жағдай айналыспайды. Біреудің соқыр шегін, біреудің басқасын, біреудің гаймаритін, біреудің гимаройын емдеп жүрген жоқ. Олар өмірден өтті, олардың жақсылары жақсылықты көп істегенінше деп өкініп жатыр, жамандары жамандықты тастағанында ғой деп өкініп жатыр. Өлгеннен кейін сен жақсылық істей алатын болсаң, онда ол өкініштің ешқандай пайдасы жоқ. Ал Аллах Құранда айтады, өлгендер өкінеді дейді. Сол үшін бұл Құран ішінде фиха кутубун қаййима, үкімдер бар, тыйымдар бар. Алла бір нәрсеге бұйырды, ол тірілерді, өлгендерді емес. Егер бұл Аллахтың кітабы өлгендерге арналған кітап болған кезде, әруақтарға арналған кітап болған кезде, онда Аллах бұл кітапты мына әлемге түсірмес еді біз тірілер жүрген, дүние тіршілігінде. Оны анау барзақ әлеміне, әруақтар жатқан әлемге түсіретін еді. Түсіндіңіздер ғой? Сол жақтан алысынан біреуді пайғамбар қылып, сол кітапты сол жаққа жіберетін еді. Олар бізді мүмкін дұға қылып бізге бағыштап тұратын еді Құран. Тірі жүрген анау дарынға амин Аллаху акбар осы сауын бағыштады. Оны бізге жіберді. Біз амал істеуіміз керек. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан бұл жердегі фиха кутубун қаййима, бұл Құранның ішінде үкім бар дейді. Тыйым бар дейді. Бұйрық бар дейді. Кімге деген сұрақ туады? Бізге. Сол үшін Аллах Тағала ертең өмірден өткен кезде қабірде қойылатын 3 сұрақ білесіздер, Раббың кім? Дініңде сендерге келген кісі кім деген 3 сұрақ болады. Мына өмірде сен қалай өмір жүрсең, солай өмір сүр. Қандай қызмет жасасаң, сондай қызмет жаса. Мейлі сен базарда ташки теретін бол, яки болмаса сен сонау өкіметтік қызметте батқанда елге айлығын үлестіретін бір үлкен қызметте отыр. Болмаса сен ел басқа, басшы боласың ба, қосшы боласың ба, кім болсаң, о бай боласың ба, кедей боласың ба, айтқанда кім болсаң, о бол. Бірақ өмірден өткен кезде, қабірге түскен кезде 3 сұраққа жауап бере алатын болып қайту керексің болды. Осы 3 сұраққа бірінші жауап беру керек дейсің. Сол үшін тегіз оның ғалымдар маңызды етіп, осы 3 сұрақты шарттайтын кітаптарда жазып кеткенін біз нақты білеміз. Ал енді оған құр әшін, оп-оңай ғой, Аллах деп айта саламын деген оңай жоқ. Ол мына жақта жүрекпен бекіп, амалмен жасалмағаннан кейін оны айта алмай қалады екен. Өйткені 3 сұраққа жауап берердің алдында адам басына не күй кешеді? Хадисте жеткен сияқты, ол хадис жеткен сияқты, 3 сұраққа жауап берердің бұрын оның рухын аспанға алып жөнеледі. Аллахтың алдына алып келеді. Аллах айтады, жақсы болатын болса, оның атын Иллиин батқанда жәннатқа кіретін адамдардың аты жазылатын кітапқа жазыңдар дейді. Осындай керемет қуанышты хабарды естігеннен кейін, ода кішкене сәл бір жүрегі тынышталады. Сәл ғана жүрегі тынышталады. Сөйтіп, ол сұраққа жауап беруге дайын болып қайтады. Оңай болады оған. Ал енді күнәһар адам барған кезде, Аллах Тағаладан бұйрық келеді, оның атын Сиджин деген кітапқа жазыңдар дейді. Бұл дозаққа түсетіндердің аты жазылатын кітап. Бұл сөз естіген кезде, уже дозаққа кіретіндердің қатарына аты жазылған кезде, ол үрейі болады. Үрейі, жаңа ол періштені қайттан алып түспейді оны. Жақсы адам ұру сияқты. Оны тастай салады дейді. Тастай салады. Енді сен, айтайық, үйіңде антеннаны жөндеп атып, аяғың тайып кетсе, құласаң, сөйтіп ілініп қалсаң, жерге құламай тұр, амайсан қалып, шатырға бір ілініп қалдың бір темірге ма? Ілініп қалсаң,
жүрегің не қылады? Тарсылдап кетеді. Бұл жай ғана 3 метр шатырдан. Сонау көкке алып барып тастаған кезде оның жүрегі қалай болып қайтатынын түсінсеңіздер болады. Одан кейін ал Раббым кім деген кезде аты дозаққа жазылатындар үшін жазылғаннан кейін, сонау төбеден құлап келгеннен кейін ал енді айтып көрсін Раббысының кім екенін. Не дерін де білмей қалады. Сол үшін ол нәрсе Аллахтың ғана жәрдемі болады. Аллах Құранда айтқан: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил қаули сабити фил хаяти дуния ва фил ахира." Аллах Тағала бекем мықты сөзбенен ол ла илаха илlallah тәфсирде келеді. Ла илаха илlallah сөзбенен дейді, Ибрахим сүресінде келеді. Біз мына дүниеде оларды бекем етеміз. Қалай? Құлшылық жасатқызып, ораза ұстатқызып, зекетін бергізіп, шамасы келсе қажылыққа барғызып, оны табанын дінде мықты қыламыз дейді. Қабірде түскен кезде уафил ахират және бекем қыламыз, жауап беру оңай болу үшін. Ал кім бұны дінде бекем ұстанбаса, қабірде жүрегі бекем болмайды, сұраққа жауап беруде қиын болады. Сол үшін бұны айтып жатқанымыз мына аятта келіп отыр, үшінші аятта фиха, бұл Құранның ішінде пайғамбарымыз, сүйікті пайғамбарымыз оқыған Жәбірелге жауап түскен Құранның ішінде кутуб бар, ахкам, бұйрық бар. Ол біреуге арналды. Ол адамдарға арналды. Адам деген кім? Біз ғой. Біз осы адам дегендер. Бізге айтылды. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл адамзат баласына пайғамбар болып түскен. Адамзат баласына пайғамбар болып түскен болатын. Сол үшін оның ішіндегі айтылған нәрсеге көңіл бұруға тиістіміз. Егер бір жерде отырған кезімізде дін туралы тақырып болды, былай басым көпшілікте кішкене елдің былай дінге ынтасы жоқ емес, бар да, ар жағында мен мұсылманмын деген нәрсе бар. Қарапайым халықта өздеріңіз көрсеңіздер, бірақ көп деген қате пікірлер миын ашытып жіберген. Білмейді. Тіпті қазір кезде мына өтірік деген сондай көп болып кетті. Телевизорден айтылатын өтірік, газеттен айтылатын өтірік, интернеттен айтылатын өтірік деген сондай көп болды. Көрсең болды ішіне кіріп кетеді, естісең болды ішіне кіріп кетеді. Өтірік адамдар ішінде сондай толып қалды. Адамдар өтірікші емес. Ана информация толып кеткен ғой, десең шыға береді өтірік. Толып кеткен өтірік. Пойызда келіп бартқан кезде мен сақалмен әңгіме болған болса керек, өз сақал көп пайдасын көріп келе жатырмын, альхамдулилля. Ол жерде көрсе сақалға пайдасын. Өйткені дайын тема ғой. Жақсы көріп бастаса да осы сақалдан кейін басталады. Сақалым жоқ болса мүмкін басқа сөз айтуы мүмкін ғой, дұрыс па? Жігіт темекі бар ма деп басталған. Сондай бір әңгіме басталған. Сақал болғаннан кейін жақсы көрсе, молдасыз ба деп бастайды да. Бір сұрағым бар еді. Түс көрдім деп бастауы мүмкін. Жеп көрсе, уахабис емессіз ба? Бұл да тема қойшы. Әңгіме уже басталады. 4 адам жататын купеге пойызға мініп келдім. Сақалым, аналар енді өздерінше әңгімелесіп отқан ғой, бір әйел еркек болып шай ішіп бәрі. Сосын не ғана кейін төбесіне шығып алып, кітабында бастап сақал түртіп кеткен болу керек, аналардың санасына өздері білмей қалған ғой. Ана басқа теманы құдалық туралы ма бір әңгіме айтып адамдар дін туралы әңгіме көшті ғой, резко. Осында екі жастардың келе бастап мынау осы уахабизм дейді, осы не өзі, осы адамдар ма дейді. Адамдар қорқып кеткен ғой, монстр ма бірдеңе ойлайтын ғой. Адамдар ма, ол бар деп бір кісі бастады, Балқаш жақтан мінген. Бар, олар өте қиын. Не істейді олар? Олар адам етін жейді екен дейді. Сосын ойлаймын, стақырға жарайды. Бір отыр. Жеген емес. Сондай ол үйленбеген жап-жас қызды алып келеді екен де, құрбандыққа шалады екен, өзі бір мейрам бар екен, ұрлап алып келеді екен. Сол мынау мұсылмандардың айырмашылығы сол, мұсылмандар қой шалса, уахабистер адам шалады екен. Сосын тағы осыны, сосын болмай кетті уже. Ей, қайырды ол, кім ол, ұстадыңыздар ма? Қандай уахабист? Сөйтем, мен білем, осы оққанмын, осындай сабақтан таным бар. Білсең, онда әңгімелесек дедік, ең соңында әйтеуір кешірім сұрады. Сол шынымен де бұны айтып жатқан жалпы адамдардың көңілегінде бір дінге деген ынта бар, бірақ сол ынтаны жамандықтар жауып қалып жатыр. Соны көрген мінез құлықпенен, даналықпенен, және сіздерге айтам, сөйлей беретін адам көп, бірақ сөйлей білетін адам аз. Мына Аллахтың дінін Аллахтан түскендей қылып жеткізуге әрекет жасау керек. Шошытпай, үркітпей,
қорқытпай деген сияқты. Ислам это добрая религия, ислам добрый религия, если не веришь, за рулю деген сияқты емес. Кәдімгі даналықпен, сабырлықпен, көркем мінез-құлықпенен үйретуге тырысуымыз керек. Өйткені ол адамдарға ақиқатты түсінген сіздер мен біздер жанымыз ашмаса, кім жан ашиды оларға? Шайтанның ба? Жолда христианның ба? Жолда яһудидің ба? Кім оған келіп жан ашиды? Сол үшін шынымен де бұл діннің ішінде қанша бақыт бар, өздеріңіз сезіп жүрсіздер ғой, қанша бақыттарға, дұрыс па? Намаздағы бақыттарыңыз, отбасындағы бақыттарыңыз, дүниеге келген балаларыңыздың тазалығынан көріп отқан бақыттарыңыз, әйелдердің адалдығынан көріп отқан бақыттарыңыз, осының бәрінен ел бейғам күйде, қаперсіз күйде. Оларды қорқытып тастаған тура бір жаңағы жаңғақтың сырты қатты, іші тәтті болады дейді ғой. Олар жаңғақтың сыртын көріп тастап кетіп жатыр да, ішін жеп көріп отқан жоқ. Сол үшін ішіндегі нәрсесін түсіндіріп жеткізу, ол біздерге үлкен міндет болып қалады, табылады. Сондықтан сөйлей беретін адам бар, бірақ сөйлей білетін адам аз болады. Намаз оқылайын, сен бір 5-10 минут айып десең керек, кешіп келуіне байланысты. Бұны түсіндірейін дегеніміз мынандай мысалға. Сіздерге мысал айтқан сөйлей білу мен сөйлей беру деген нәрсе. Сөйлей беретін адам да шындықты айтуы мүмкін. Бірақ сөйлей білетін адам да шындықты айтады, бірақ дұрыс айтады. Ілгерде бір патша түс көріпті дейді, арабтардың әңгімесі. Бұл түріктерде тұр осы әңгіме бар. Түсінде тістері түс қапты дейді. Зәресі ұшып, түс жорыйын адам шағырыпты. Мен түс көрдім, түсінде тістерім түс қалып деді. Сосын жорып берген анам. Елдің бәрі білетін жоры ғой енді. Патша деп көңіл айта бастаған ғой, қиын болған екен. Туысқандарını жаппай қырылатын болды. Енді патша, еркексіз ғой, сабыр қылыңыз енді деп көңіл айта бастаған ғой, патшаның зәрі ұшып кеткенде, мынау жынды ма? Құрдыңдар деп басын шауып тастады. Жаңағы, енді жүрегі алып барып, басқа біреуді алып келіңдерші түс жорайын. Мынау не біледі айтты мынау? Еңіреп шықты ғой деп. Сосын екінші бір ғалымды алып келіпті. Қараса, ол да туысқан өледі деген сөз ғой. Жору керек та. Сосын айтты, о, патша, құттықтайын деп бастады ғой. Әдемі сөздермен. Сүйінші деді. Не болды деп көңілі жүрегі орнына түсіп. Не болды десе, сіздің өмір жасыңыз туысқандарға қарағанда ұзақ болады екен. Патша риза болды, маған алтын берді, бір құмыр алтын беріп жүрді. Екеуінің айтқан әңгімесі біреу ақты. Бұлай да туысқаны көреді, бұлай да туысқаны көреді. Бірақ қалай өлетінін жеткізу ғой, дұрыс па? Сол үшін дінді жеткізуде осындай бір нелер, жұмсақтықтар, алып отырған кісінің жүрегін табу, пайғамбарымыздан қалған сүннет осы. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи кәдімгі сирасын оқып, қалай дін жеткізгенін қараңыздаршы. Қандай сабырлы, қандай анау үстіне тас лақтырып, тайықтан қуып, сондай аяқ өкшесін қанатқан кезде пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи Аллах Тағаланың тарапынан тау періштесі келіп, ақшабай екеуін қосып, қырып тастаған мүмкіндік беріп тұрған кезде пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи айтқаны: "Арджу ай юхриджаллаху мин аслаби ман яъбудуллах ва ла юшрику бихи шай'a." Жоқ деді. Мен Аллахтан үміт етемін, осы мені таспен қуған адамдардың ұрпақтарынан Аллахқа серік қоспай ғибадат қылатын қауымдарын шығатындығына деді. Пайғамбардың үміті ақталған. Таиф сол заманнан бері әлі мұсылманшылықты тастамаған қала, берекеті дамып отырған. Фиха кутубун қайима, бұл кітаптың ішінде көптеген үкімдер бар. Енді біз уақытымыз шектеліп қалыпты, бұл сүрені үлкен болған екен, бір сабаққа жаңақтау сәл мүмкін емес. Бір 2 минутты тағы бір осы 3-ші аятқа байланысты ұғымымызды айтып кетейік. Бұл жаңағы Құран кітабы және түсінікті болсын сіздерге айтайын. Мысалға айтайық, осы өзіміз тұрып жатқан Қарағанды қаласы. Жолдардың бәрі жақсы оқылды ғой, әлхамдулилlah. Жол істеп жатқан кісілерге Алла жақсылық нәсіп етсін. Мысалға, сол осы қалада жол жөндеуге ақша бөлінді дейік. Светофорлар қоюға, жылдамдық өлшейтін құралдарды қоюға, пешеходный переходтарды, адам өтетін өткелдерін жасауға, қайсы үлкен жол, қайсы кіші жол екен, соның бәрін ажыратуға, тротуарын қоюға өкімет үлкен ақша бөлді де, сол ақшаны орны пайдаланып, жолдың бәрін жасады дейік. Светофор қойылды, пешеходный переход жасалды, главный дорога, второстепенный дорога, ол қойылды. Осының бәрі қойылып болғаннан кейін, жолдың бәрі біткеннен кейін айтса, өкіметтің бір адамы шығып. Осынша ақша жараттық,
осынша срокта осы жолдың бәрін жасадық, светофор қойдық, ереженің бәрін не қылдық, жай әшін еріп істегенбіз, ережені сақтамай қойсаңыздар болады. Қалай жүргендерінде солай жүре бер деп айтса. Мүмкін ба сондай сөз айту? Мүмкін емес. Ақылға сиятын нәрсе емес, Ал енді адам бір нәрсені жасап, оған тәртіп болғаны қалайды, дұрыс па? Тәртіпсіз ел болмайды дейді ғой мақал. Тәртіпке барған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген сияқты. Ал енді сол ережелермен жүрсең, шынымен де авария азаяды, дұрыс па? Қызылға тоқтасаң, жасылға жүрсең, пешеходный переходта адамды өткізіп отырсаң, өзіңді ренжімейсің ғой, машина жүрген кезде басқа, жаяу кеткен кезде біреу пешеходтан сен қақы десе бүйтіп қараймыз ғой, едірейіп. Тоқтамайсың ба, бөліп барасың ба деген сияқты. Ішімізден боқтап тастауын. Машина артына жазып қойды, біледі ғой, не деп айтатыншы адамдар. Машина артына жазып қояды да, сам такой деп қояды. Үйреніп алып жүр бәрі. Сол ережені сақтағаннан кейін сенде бір тәртіп болады, жол жүрсе жеңілдейді. Қалада бір күн светофор свет өшіп қалсыншы. Жаңағы жол көрсетіп тұратын гаишник келмей қалсыншы. Пробка басылады. Бәрі бірінші өткізеді. Бәрі асығыс айтыр. Жолда не болады? Тіреледі, қиындық болады, біреу соғу мүмкін, машиналар соғысы мүмкін, адам соғысы мүмкін, өлімге дейін алып келуі мүмкін. Ал енді осындай тәртіп болғандықтан қалай болса жүреміз, ол тәртіппен жүру үшін істелген нәрсе. Ал ондай болатын болса, Аллах Тағала өзінің періштелеріне ең сенімсіз Жәбірейіл періште арқылы, оны сондай адамзат баласы ең абзалы Мұхаммед пайғамбар арқылы аманатқа мықты болған. Сондай айтқанда айлардың ішіндегі ең хайырлысы болған Рамазан айында, күндердің ішіндегі ең абзал болған Қадыр кешінде, және осы алып кезде сондай қалалардың ішіндегі ең құрметті болған Мекке қаласына осы Құранды түсіріп, адамзат баласына фига күтібін қоймай, ішінде бұйрықтарды бұйырып, тиындарды тиіп, Аллахта Құранды жіберіп, ал адамдар білгендерін істей бер десе ақылға сыя ма? Біз жоғарыда айттық қой, адамға мүмкін емес ондай істер нәрсе. Сол үшін Аллах Тағала Құран жіберді. Бұл Құран баласына, адам баласына өтіп келетін пайдасы өте көп. Сол үшін шынымен де Құран алыс болған адамдардың жағдайы өте аянышты. Олар бақытты болуы да мүмкін емес. Ғалымдар айтқан, мана қамле китабы фахаса мин асабид дуния. Кім Аллахтың кітабын көбірек түсіне түседі, оның былай айтқан кезде не өмір туралы түсінігі тереңдей бастайды. Ол кез келген нәрсеге дұрыс бағасын бере алатын адамдардың қатарына кіреді деген. Бұл Құран адам баласына шипа, бұл Құран адам баласына мейірім. Осы арқылы біз көптеген өзімізге дұрыс бұрыс ажырата аламыз. Бізге жаны ашитын адамдар бар шығар. Осы отырған бәріміздің әкеміздің шешеміз бар шығар. Дүниеге аспаннан салбырап түскен жоқпыз ғой. Әкеміз бен шешеміз бізге тілеулестік жасайды. Біздің достарымыз бар шығар, қасымызда Алла үшін дос болып жүрген, бізге тілеулес болып жатқан. Бірақ біліңіздер, саған досыңнан да артық, шешеңнен де артық, әкеңнен де артық, туысыңнан да артық, балаңнан да артық, бауырыңнан да артық жақсылық ойлайтын зат ол Алла Тағала. Алладан артық біреу қам көреді деп қалмаңыздар. Сол үшін мынау Алланың мейірімі келген. Аллахтың мейірімі саған жіберді, ертең Аллахтың мейірімінен қалай сен қашасың? Аллахтың мейірімінен қалай қашасың? Сол үшін бұған қайта жүгіру керек. Сол үшін жаңағы Құраннан қашқан адамдарды Алла Құранда хумур мустанфира деп айтады. Ешек сияқты дейді қашқан. Арыстан көрген кезде қашатын дейді. Ешектің құлағын дәу бірақ дым түсінбейді. Сөз түсінбейді оған ол. Ешектің қасына бір құлағына магнитофон байлап қойшы. Өлең. Ертең сол өлеңді айтып жүрген көрдің бе ешектің құлағы? Жоқ қой, дұрыс па? Болмаса ешекті отырғызып қойды, математика үйрет. Анау бар алгебраны геометрияны өткізіп тастаса соны кейін сұрап көр. Ешек Пифагор теориясын айтып берші. Не деп айтар екен? Естисің. Дәу құлақ, бірақ пайда жоқ қой. Дұрыс па? Сол үшін құлағы бола тұрып Құраннан пайда алмағандарды ешек дейді. Құранда. Ешек сипатында келген пайда алмай кетіп барады. Сол үшін жер бетіндегі біз өмір сүрген Аллахтың берген нығметтерінің ең үлкен осы Құран болып табылады. Сөзіміздің соңғы айтып кетейік. Келесі сабақта жалғастырамыз. Ол осы қалған аяттарымызды жаңағы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Құран айтқан сөзінде сендердің жақсылығын Құранды үйренгендерің және үйреткендерің. Арабша білмесең, мына заманда ол проблема емес. Әйтеуір бір тілде сөйлейсің ғой, дұрыс па? Мақау емессің ғой. Арабша білмесең, онда сен не қазақша білесің. Қазақша білмесең, не орысша білесің. Әйтеуір бірдеңе білесің ғой сен. Сөйлесіп жүрсің ғой біреумен, дұрыс па? Ал сен сөйлесіп жүрген
тілге Құран аударылып қойған. Қазақша сөйлесең, қазақша бар Құран. Орысша сөйлесең, орысша Құран бар. Сен күні газет алып оқисың ғой, шықшы. Не жазды екен? Батқан аяқ не болып отыр екен? Жаңа өзінің проблемасы не болып отыр екен? Деп өзінше саясаткер бол. Сен Құранға солай уақыт бөлсең, онда пайдалы нәрсе табады екенсің. Алла Тағала білмеген сөзді кешірім етсін. Алла Тағала сол пайғамбарымыз айтқандай жақсылардың Құранды үйреткендерін деген аят хадиске лайықты етсін біздерді. Құранды үйретушілердің болайық. Бұл біздерге түскен Құран ертең дүниеде өмірімізде бақытқа жетуге, өміріміз жеңілдетуге нәсіп етсін. Алла Құран айтқан: біз Құранды саған бейнетке салу үшін түсірген жоқпыз дейді. Өміріңді жеңілдету үшін түсірген дейді. Алла Құран арқылы біздің өмірімізді жеңілдетсін, ақыретте жәннатпен қуантсын. Субханаллахи ва бихамдиhi, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.